Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің арнама қош келдіңіздер. Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздерге ауызашарға осындай тез және дәмді болып шығатын десерт дайындайтын боламыз. Финский блины деп те атайды, немесе блины пісіріп тұрғанға уақыттарыңыз жоқ болса, осы менің рецептіме жасап көріңіздер. Өте дәмді және жылдам дайын болады. Және арнама тіркелмеген болсаңыздар, арнама тіркеліп қойды да ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге жұмыртқа керек болады. 5 жұмыртқаны алдын ала жарып аламыз. Одан кейін шай қасықтың ұшымен кішкене тұз саламыз. 2 ас қасықпен қант салып, жақсылап қанты ерігенше араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін 40 грамм сары май қосатын боламыз. Сары майымызды ертіп қосамыз. Енді тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді 5 грамм қопсытқышымызды 180 грамм ұнға қосып, жақсылап араластырып, електен өткізіп аламыз. Енді жақсылап араластырамыз. Бір келкі, ешқандай түйіршік қалмағанша араластыратын боламыз. Міне осылай ешқандай түйіршіксіз жақсылап тұрып араластырып алдық. Енді ең соңында 400 мл сүтімізді қосып, тағы да жақсылап араластырып, осы дайын болған массамызды 10 минутқа қалдырамыз. Енді пешімізді қосып 180 градуста қыздырып қоямыз алдын ала. Пештің астындағы листі алып, осының үстіне пергамент қағазын төсейтін боламыз. Пергамент қағазын міндетті түрде төсейміз, өйткені блиніміздің асты жабысып қалады. Пергамент қағазын таңдағанда да дұрысын таңдаңыздар. Кейбіреулер асты жабысып қалатын түрлері болады. Сол себепті пергаментті таңдағанда байқаңыздар. Болмаса пергамент қағазын астын міндетті түрде майлап жіберіңіздер. Мен әрдайым басқа пергамент алатынмын, осы жолы болмағандықтан осы пергамент қағазын алған едім. Менікі кішкене сәл асты жабысып қалды блинімнің. Сондықтан пергамент қағазын дұрыс таңдағандарыңыз дұрыс. Енді осы дайын болған жаңағы массамызды осы листқа құямыз. Алдын ала қызып тұрған пешке 180 градусқа салатын боламыз. Бұл жерде бір нақты уақыт жоқ, осындай аралықта піседі деген. Пешке салғаннан кейін блиніміз көтеріліп бастайды. Осындай көтеріліп, қызарып піскен кезде пешімізден аламыз. Және пештен алғаннан кейін бір 10-15 минутқа салқындатып қоямыз. Осындай күйінде ұсына берсеңіздер болады. Немесе арасына крем жасап ұсынсаңыздар да болады. Мен бұл жерде тәтті крем жасаймын. 280 грамм творожный сыр және 200 грамм сгущенка қосып, жақсылап бір келкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Егер сіздер қатты тәттіні ұнатпаймын десеңіздер, творожный сыр жағып, арасына жаңағы жеміс жидектерді турап қосып, рулет қылып орап ұсына берсеңіздер де болады. Немесе тәтті, енді осындай дәмі күшті болып шықсын десеңіздер, жаңағы осындай крем жасасаңыздар болады. Енді осы дайын болған блинімізға жаңағы кремімізді жағатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай менікі
пергамент қағазым дұрыс болмағандықтан, дұрыс таңдамағандықтан осылай асты жабысып қалды. Сондықтан пергамент қағазын дұрыс таңдаңыздар, немесе астын бір лез майлап жіберіңіздер. Енді кремімізді жағып шығамыз барлық жеріне. Барлық жеріне жағып болғаннан кейін арасына неше түрлі клубника, черника, кез келген жеміс жидек салсаңыздар болады, немесе салмасаңыздар да болады. Барлық жеріне жағып алғаннан кейін рулет қылып ораймыз. Енді рулетіміздің бетін әсемдейтін боламыз. Кремдеріңіз қалып жатса, креммен немесе шоколадпен әсемдесеңіздер де болады. Әсемдеп болғаннан кейін міндетті түрде холодильникке саламыз. Өйткені кремі кескен кезде ағып кетпеу үшін, сондықтан холодильникке салып алғандарыңыз дұрыс. Біздің рулетіміз де дайын болды. Енді сіздерге қазір көрсететін боламын. Өте керемет, нәзік, жұмсақ, енді тез дайын болады. Сондықтан міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Кешкі ауыз ашарға, жұмыс істеп қолдары істемейтін келіншектерге өте ыңғайлы, жасалу жолы өте оңай және де дәмді болып шығады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің арнамды жаңадан көріп жатсаңыздар, менің арнама тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар. Арнамда өте көптеген тағамдардың түрлері, пирогтардың түрлері, көптеген тағамдармен бөліскемін. Менің тағамдарым барлығы тексерістен өткен, бір жасағаннан шығады. Сондықтан міндетті түрде менің арнама кіріп көрсеңіздер болады. Және де арнама тіркелмеген болсаңыздар, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.